Сәлам җәмәгать. Әйдә онлайн проектында төрки телләр сериясын дәвам итеп, бүген без татар телен Каракалпак теле белән чагыштырабыз. Ул Каракалпакстан Республикасының рәсми теле һәм казак теле кебек үк Кыпчак ногай төркемчәсенә карый. Димәк, татар теленә дә якын булырга тиеш. Чыннан да шулай микән, әйдәгез әле тикшерик. Бүген бездә кунакта Гөлнара. Хуш килдең. Сәлем Булат, қалайсыз? Рахмет шақырғаныңыз үшін. Үзең белән бераз таныштырып китәсеңме? Менің атым Гүлнара, мен өзім Қарақалпақстан Республикасының, яғни Нүкіс қаласынан боламан, бірақ қазірше мен Бишкек қаласында болып атырман, бірақ жасай тұрған жерім бұл Ташкент қаласы. Аха, димәк син кыргызлар белән дә күп сөйләшәсең, шулаймы? Кайсы телләрдә сөйләшәсең? Олар қырғыз тілінде сөйлесе, мен оларды түсінемен. Енді һәммесін емес, бірақ көбінше түсінемен. Яхшы. Жұмысымда, Ташкенттегі жұмысымда офиста 4 тілде сөйлесетін едік. Бұл инглиз, рус, қарақалпақ һәм өзбек тілдері. Соның үшін бір кездері бір сөздерді өзбек тілінде айтып қоюым мүмкін. Яхшы. Мин интернетта укыган идем, Каракалпак теле, үзбәк һәм казак телләренең бер-берсенә тәэсире нәтиҗәсендә барлыкка килгән дип. Меніңше, көбінше енді Википедияны ашып көрсеңіз де, түрки тілдердің ішіндегі ең жақын тілі бұл қазақ тілі есепланады. Яхшы. Димәк, чагыштыруны башлыйк. Беренче сүзебез татарча җыр сүзе. Қарақалпақша бұл сөз жыр болады. Сездә дә җыр. Җөмлә, мисал. Адам баласы җыр һәм моң аркылы юаныч таба. Адам баласы жыр һәм моң аркылы жұбаныш табады. Охшаш. Бездә инде таба дип әйтелә, д кушымчасы бездә төшеп калган, табады дип әйтеп тормыйбыз. Без ялкау, без таба дип әйтәбез, кыскача гына. Бізде табады. Юаныч сүздә сездә юбаныч. Яхшы. Киләсе мисал. Йомшак. Қарақалпақ тілінде бұл жұмсақ. Беренче пешергән бавырсагым йомшак һәм тәмле булып чыкты. Бірінші пісірген бауырсағым жұмсақ һәм дәмлі болып шықты. Вау. 100% туры килә дип әйтергә була, бераз аваз үзгәрешләре генә бар. Сізлердің бауырсағыңыз қандай формада болады? Бездә бавырсак, бездә шәк-шәк популярлык. Әмма бавырсак та пешерәләр. Бавырсак дип инде ни? Озынча зур шәк-шәк кебек. Шәк-шәк табы. Шырын болады ма? Әйе, әмма шәк-шәк тагы да баллырак. Біздерде ондай болмайды. Біздерде тұз қосылған болады. Тұзлы. Шулаймы? Формасы нинди? Димәк, бавырсакның? Ромб формасында болады. Кызык. Каракалпакстанга барсам, ала берсә. Әлбетте келin. Карармын. Келесі сөз кішкене. Қарақалпақ тілінде кішкене. Sizdə də kişkine. Çünki qozaq dilində o başqaça, onlar kişkentey деп әйтәләр. Біздерде де бар. Sizdə Кішкентай. Кішкентай деген сөзім бар. Җөмлә, мисал. Минем бер кішкене хыялым бар. Менің бір кішкене арманым, қиялым бар. Демәк, сездә икесе дә бар име? Арман да, хыял сүзе дә. Қиял сөзі де бар, бірақ көбінесе арман сөзі қолданады деп ойлаймын. Киләсе сүзебез ялтыра. Жылтыра. Мисал, қара, йолдызлар ничек ялтырый? Қара, жұлдызлар қалай жылтырайды? Сездә қалай кулланыла? Бездә нигәдер қалай сүзе кулланылмый. Ул Кыпчак телләрендә күп кулланыла. Казак телендә дә, башка Кыпчак телләрендә дә, бездә нигәдер ничек? Сәлемнің орнына да қолдануы мүмкін. Біздердің көбінесе адамлар қалай, сәлем емес, қалай деп айтуы мүмкін. Қалай? Шулаймы? Like hello and how are you doing in the same word. Yeah, it's like all right in British English. They greet each other by saying all right. Something like that. Кыскартып әйтәләр, теге қалайсың дип әйтә сорынга, ягъни қалай дип әйтәләр инде сездә. Кызык. Яхшы. Киләсе сүзебез излә. Изле. Мисал, оек башымны озак изләдем, ләкин таба алмадым. Пайпағымды ұзақ изледім, бірақ таба алмадым. Бездә бирак шулай кулланылмый. Беләм теге башка төрки телләрдә, Кыпчак телләрендә ул бар, бездә юк шулай. Без ләкин алынмас сүзне кулланабыз. Бұл сөзді, лекін деген сөзді түсінемен, себебі өзбек тілінде де сөйлеймен. Бір кездері өзбек тілінде сөйлесетін адамлармен сөйлесем, бірақ деп айтып қойсам, олар түсінбей қалады. Бұл сөз меніңше Қарақалпақ һәм қазақ тілдерінде болуы мүмкін. Әйе. Киләсе сүз хәвефсезлек. Хәвефсезлек. Тур килә шул сүз. Интернетта хәвефсезлек чараларын күрү кирәк. Интернетте қауіпсіздік шараларын көру керек. Бunda ayırmalar yok. Киләсе сүзебез тамыр. Тамыр. Агач тамыры белән көчле.
ағаш тамыры менен күчлі. Аха. Сездә дә менә теге көчле булуы кызык, чөнки казак телендә ул көчле була, алар т өстиләр ахырда. Ә сезнең көчле. Шуңа күрә безгә күбрәк охшаган. Ооба, безерде да күчле болады. Яхшы, димәк, ахыргы сүзебез тынычлык. Тынычлык. Дөньяда тынычлык булуын телимен. Дөньяда тынычлык болуын телеймен. Яхшы җөмләме? Яхшы гәп. Жақсы гап. Аха. Мен де қосыламын бұл сөзге. Аха. Рәхмәт сиңа, Гөлнара. Сізге рахмет Болат, мені шақырғаныңыз үшін жүда қызықарлы болды менің үшін. Мен өзім һәм түрки тілдерге қызықамын, һәм де түрки деколониал диалогларда көп қатынасамын. Қарақалпақ тілі хақында, өзімнің ана тілім хақында басқа түрки тіл білетін адамлар үшін айтып беруімді қалаймын. Дүнияда Қарақалпақстан деген республика, жер, мемлекет бар екенін, өздерінің тілі бар екені хақында айтып өту маған жүда керек нәрсе. Рәхмәт сиңа, мин бик шатмын. Видеода катнашырга ризалашуыңа шатмын. Чыннан да син белән сөйләшү күңелле булды һәм бу әйткән сүзләрең бик мөһим. Килешәм. Сіздің түрки тілдер хақындағы видеоларыңыз, олардың құсас жерлерін көрсетуіңіз жүда жақсы нәрсе, себебі біздер түрки тілдерде сөйлеспейтін адамлар дүния бойынша жүда көп. Әртүрлі мемлекетте, әртүрлі дін, әртүрлі түрлеріміз басқаша болуы мүмкін, бір-бірімізге ұқсамаймыз, бірақ бір тіл, бір тарихымыз бір болған үшін сол жерді көрсетуіңіз жүда жақсы зат. Сізге ауметлер тілеймен. Рәхмәт сиңа тагы бер кат. Караучыларыбызга да рәхмәт караганнары өчен. Алга таба да безнең шушы серияларны карап барыр өчен язылыгыз Әйдә онлайн проектына һәм шулай ук комментлар язып калдырырга онытмагыз. Шаттыгызны видеоны юкмы? Һәм киләсе очрашуларга кадәр күрешербез.